Кнаптын бөлінісі выделение қандай болу керек және оған не әсер етеді? Осы видеода кнаптын бөлінісі выделение туралы білетін боласыздар. Сәлем құрметті қыздар, видеоны бастамас бұрын тегін ақпаратқа лайк басып және қыздармен бөлісіп каналыма тіркеліп алыңыздар. Кнаптық бөлініс выделение ол әйел адамдарда көптеп кездесетін мәселелердің бірі болып саналады. Ол әйел адамдардың денсаулық индикаторы болып табылады. Кнаптық бөлініс және интимдік гигиенаны дұрыс сақтау ережелерін назарларыңызға ұсынамын. Кнапта өзіне тән микрофлора, яғни қалыпты жағдайда лактобактерия, аэробты бактериялар болады және қышқылдық орта бар. Қышқылдық орта сол микрофлораға қолайлы және патологиялық ауру тудыратын бактериялардан қорғайды. Кнаптағы күнделікті бөлініс болуы заңды, қалыпты. Кнаптағы қалыпты тәуліктік бөлініс 1 мл-ден 4 мл-ге дейін. Түсі ақ, ақшыл, сәл сарғыштау. Иісі иіссіз немесе сәл қышқылы иісі бар. Кнап бөлінісіне не әсер етеді? Бірінші, тамақтану, екінші, жыныстық белсенділік, үшінші, дәрілік препараттар, төртінші, стресс, бесінші, контрацептивтер, алтыншы, менструальды цикл фазасы, жетінші, жүктілік, сегізінші, инфекция, тоғызыншы, гигиеналық құралдар. Мысалға, сабын, гель, төсемелер, тампондар. Әр әйелде өзіне тән төс, мөлшері, иіс консистенциясы қалыпты кнаптық бөлінісі болады және ол өзгеріп отырады. Егер осы белгілер болса, тез арада гинекологқа барыңыз. Бөлініс көлемі көбейсе, түсі өзгерсе, қышу, күйдіру, дуылдау, тітіркену, қызару, зәр шығару кезінде ауырсыну, жыныстық қатынас кезінде ауырсыну. Негізгі себептері көп жағдайда вульвагинальды кандидоз, молочница, бөлініс, творог сияқты болады. Қышу, ауырсыну, қызару тағы басқа болады. Трихомониаз, сары, жасыл түсті сұйық, жағымсыз иісті бөлініс, бактериалды вагиноз, сор, ақшыл түсті балық иіс тәрізді бөлініс. Басқа да себептер вагинит, цистит, аллергиялық реакция, жыныстық жолмен жұғатын инфекциялар. Сондықтан өзгеріс болған жағдайда гинекологқа барыңыздар. Интимді гигиена туралы күн сайын 1-2 рет сыртқы жыныс мүшелерін жуу, кнапқа кірмей, жылы сумен, интимдік гельмен, сабынмен мейлінше аз пайдалану, pH нейтральды, ароматизаторсыз, спиртсіз болу керек. Киім қысып тұрмау керек. Іш киім табиғи матадан жасалған. Жуынған кезде алдан артқа қарай, яғни кнаптан тікшекке қарай жуыну керек. Етекір кезінде 5-6 рет төсеме ауыстыру керек, жиі жуыну керек. Кнапқа түрлі антисептик құю қажет емес. Егер жиі ауыстырып тұрса, күнделікті төсемелер пайдалы да, зиянды да емес. Жиі ауыстырмаса, инфекция көбеюге қолайлы орта болады. Кейде аллергиялық реакциялар береді. Күнделікті төсемелерді бөлініс көп болмаса, пайдаланып қажет емес. Ал сіз күнделікті төсемелер қолданып жүрсіз бе? Сол туралы комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Және де видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.